жүрек көстер дейсің ғой. Қайда бара жатырмыз? Қайырлы таң. Біз қазір Ойқарағайға жол тартып бара жатырмыз. Бүгінгі күнді біз сіздермен бірге өткіземіз. Қайырлы таң! Қайырлы күн бар. Есте күнмен айда қайырлы түнмен теккен жоқсың деп әр уақытта ұмытпайды санап есте сақтап нені сезіп не көрді сені жібермей мүлде кім мына қыз тек қана біз деп қайталай бер тыңда жаным сол келші жаным сол көңілдеші жаным сол ойлама босқа қиналма жүрек сұрайды өзіндей пәк аруды ішкі сезімімді махаббатпен толтыршы сені ренжітуге текке жол бермей керек десем біткі жалады жаным сені көргенде көздерім жарқырайды білесің маған аз уақыт сындықта мен тоймаймын я солай я шындық маған керек келін жақ өте суық екен, сол себепті келіп жатсаңыздар қалың киініп келіңіздер. Қандай әдемі шеде су ағып жатыр, таудың суы. Избушка туриста деген жерге келдік. Шарбақтарын әдемі етіп қойыпты. Саған қарағандар. Міне біздің таңғы ас мына жерде өтеді. Керемет жерде, керемет таңғы ас бізде. Самсам киген жерін көрсетіп қойдым камераға. Ондайлар көрсетуге болмайды ғой. Бұны самсаң? Самсасын бәрі сондай, киіп кеткен. Амал жоқ деп отыр қанашқаны киіп. Бірақ түрі әдемі ғой, мынаны симпатичный. Урод самсалар көрсетейін ба? Түрі урод. Бұны түрі урод самса. Бұдан да урод түрлері бар. Негіз бәрі сондай. Өтірік алты фото. Бәрі әдемі негізі. Бұны түрі онша емес самса, түрі онша самса дейсің. Онша? Құрметті менің оқырмандарым. Күлмеңізші, ары қарап отырыңызшы. Ары қарап отырыңыз. Құрметті менің 72 оқырманым. 72 оқырманы мені активі ме? Тыңдаңыздар мен десең. Иә. Тауға шығыңыздар, тауда отырып тамақ ішкен күшті екен. Қолым тоңып қалды. жаным сол келші жаным сол көңілдеші жаным сол ойлама босқа қиналма сезіп не көрді сені жібермей мүлде мына қыз тек қана біз енді тек қана біз ла-ла-ла-ла-ла жаным сол жаным сол жаным сол жаным сол ойлама босқа қиналма Бізде су ағып жатыр, судың дауысы күшті екен.
Ой. Неше саусағы бар адам. Мен қателесіп кеткен ғой. Энергия алады жүрмесіңе. Прикольно. Қызық істеп қойған. Мына адамдардың сенімі не істетпейді. Шүберек байлап тастапты ағашқа. Осы дұрыс па? Шера ағашты қорлаған сияқты болып көрінеді маған. Не тұншықтырып өсіп тұрған ағашты алдыма күн түсіп тұр. Көзімді аша алмай келе жатырмын. Айтқым келетін дүние, әрқашан тауға шығыңыздар, салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Біздің табиғаттың қаншалықты керемет, қаншалықты бай екендігін осылай табиғатқа шығып, далаға шығып көз жеткізсеңіздер болады. Қандай керемет, мысалға бір демалыс күніңізді осылай өткізсеңіз, энергия жинап, күш қуат жинап қайтасыз. Осы 3 ай болды. Шонбай университетінде сабақ оқып жүрміз. Мұрзан екеуміз. Сабақтар өте керемет. Сол жерде бірінші тақырыптар бастапқы аптада физиология тақырыбын өттік. Яғни адам өз денесін, өз миын, жалпы өзін зерттейді да, физиологиялық тұрғыда. Өте тамаша сабақтар. Сол жерде біз медитация жасаймыз. Енді медитациялар керемет. Ал сол медитацияны сол жерде үйренген. Осындай жерде жасасаң, таулы жерде. Одан да керемет болады. Егер медитация туралы сіздерге қызық болатын болса, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бөлек бір видео ретінде түсіремін. Жылтыр бол. Сақтайды есте күннен айда, қайырлы түн мен теккен жоқсың. Санап есте сақтап, нені сезіп не көрді. Сені жібермен мүлде. Кім мына қыз, тек қана біз деп қайталай бетіңда. Жаным сол, келші, жаным сол, күнім неше. Жаным сол, ойлама, босқа қиналма. Ауылға келдік. Өте әдемі. Қазір көтерілеміз, ағаштардағы үйді көреміз. Адамдар тұрады ма екен? Неге? Үйлердің арасына келдік. Үйлер өте қызық, ерекше бір стильде, ерекше бір дизайнда жасалынған. Қазір бір үйді жақыннан көрсетемін. Мінекей мысалға тұратын жері бар.
достар, егер сіздердің мүмкіндіктеріңіз болатын болса, міндетті түрде таза ауаға шығыңыздар. Ол міндетті түрде бір тау болу қажет емес. Мысалы, өзіңіздің қалаңызда қандай әдемі жерлер бар, табиғат бар, сол жаққа барып, тыныстап, таза ауа жұтып, өзіңіздің денсаулығыңызға, организміңізге қараңыздар, өз-өздеріңізді жақсы көріңіздер, еркелетіңіздер. Бір жексенбіні арнап, осындай керемет табиғат аясына шығып демалсаңыздар, әрине керемет. Және де міндетті түрде қасыңызға өзіңіз жақсы көретін адамды ертіп алыңыз. Мына жерді кім біледі? Мына жерде 91-ның қағаз кеме деген кітабы, ойын бәрі кітап деймін. Қағаз кеме деген сериал осы жерде бір сценасы болған, осы жерде түсірілген. Я Иглсбын. Қазір күшті жерде тұрмын. Шынымен де ауа райы өте керемет. Бүгін күн шығып тұр, мінекей. Мен күнді жауып тұрмын. Сіздерге айтқым келгені, өз-өздеріңізді жақсы көріңіздер, өз-өздеріңізді бағалаңыздар. Күнмен айда қайырлы түнмен теккен жоқсың деп бәр уақытта ұмытпайды санап есте сақтап нені сездік не көрді сені жібермен мүлде кім мына қыз тек қана біз деп қайталай бетіңда жаным сол келші жаным сол күнімдеші жаным сол ойлама босқа қиналма жүрек сұрайды өзіңдей пәк аруды ішкі сезімімді махаббатпен толтыршы сені ренжітуге текке жол берме керек десем бүткіл жаларымды жерім жаным сені көргенде көздерім жарқырайды білесің маған аз уақыт сондықтан мен тоймаймын я солай я шындық маған керек келін астында бар келін ойнап айтам санай бер айды санай бер жылды күнді бүткіл ғаламды айналдыра бер күнде ойлама басқа қиналма because I love you тыңда жаным сол келші жаным сол күнімдеші Осымен мен блогымды аяқтаймын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Тамаша энергия жинадым. Бір апталық жұмыс аптасын бастауға дайынмын. Тамаша көңіл күймен, тамаша бір сезіммен енді қалаға кетуіміз керек. Тамаша керемет күн болды. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, тауға шығыңыздар, тауға шығып жатсаңыздар, осы жаққа келсеңіздер, міндетті түрде мені белгілеңіздер. Көріп қуанып қаламын. Көп рахмет.